Қарулы күштердің дайындық жоспары бойынша әскерлерде оқудың жазғы кезеңі кешенді тактикалық саптық сабақтардан басталды. Құрамалар, әскери бөлімдер мен мекемелер жауынгерлік әзірлікті жоғары дәрежеге келтіру кезінде жеке құрам мен бөлімшелердің іс-қимылдарын пысықтайды. Ескерту жүйесінің тиімділігі, дабыл беру кезінде штабтардың жұмысының үйлесімділігі тексеріледі. Іс-шараларды өткізу үшін оқу сыныптары, далалық жағдайда жеке құрам мен техниканы қабылдау пункттері жабдықталып, стационарлық және далалық оқу материалдық база дайындалған. Бөлімшелер шоғырланған аудандарға шығарылды. Техника мен қару-жарақ жауынгерлік қолдануға дайын жағдайға келтірілді. Радиотехникалық бөлімшелер мен зениттік зымыран кешендерінің есеп топтары күшейтілген жұмыс режиміне ауыстырылды. Авиация бөлігін жедел әуе айлақтарға көшіру жүзеге асырылады. Жауынгерлік кеме экипаждары мен жағалау бөлімшелері порттар мен кеме тұрақтарының диверсияға қарсы қауіпсіздігін ұйымдастырады. Іс-шаралар әскерлердің барлық санаттағы әскери қызметшілерді тағайындау, одан әрі кәсіби өсіру жөніндегі міндеттерді орындауға дайындығын арттыруға бағытталған. Жазғы оқыту кезеңінде оқу-жаттығулар бөлімшелердің далалық шығулары, практикалық атыстар, оқу-жаттығу ұшулары, кемелердің теңізге шығуы, жауынгерлік машиналарды жүргізу, парашютпен секіру орындалады.